Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Менің аты жөнім Берікболова Назгүл Нұғманқызы, авиация колледжінің физика пәнінің оқытушысы. Бүгінгі оқитын тақырыбымыз кинематика бөлімі. Сабақтың жоспары: кинематика бөлімі нені оқытады, кинематиканың негізгі ұғымдары, қозғалыстың қандай түрлерін білеміз және кинематикалық шамаларға нелер жатады. Бірінші, кинематика бөлімі бұл механиканың бір бөлімі. Ол денелердің қозғалысын, олардың массасы мен қозғаушы күштерін ескермейтін физиканың бөлімі. Кинематика тек қозғалыстың сипатын, жылдамдығын, үдеуін, траекториясын, қозғалысқа әсер ететін күштер мен себептер динамикада қарастырылады. Ал кинематикада тек қозғалыс сипаттамаларын талдаумен айналысады. Кинематиканың негізгі ұғымдары: бұлар материалдық нүкте, траектория, орын ауыстыру, жылдамдық, жол, үдеу, механикалық қозғалыс дегеніміз не? Осы ұғымдардың бәрі механиканың негізгі ұғымдары болып табылады. Механикалық қозғалыс дегеніміз, суретте көріп отырғанымыздай, дененің уақыт өзгеруіне қарай басқа денелермен салыстырғанда орынның өзгеруін сипаттайтын қозғалысты айтамыз. Санақ жүйесі. Санақ жүйесі дегеніміз координата жүйесі. Санақ денесі уақыт өлшеуімен өлшенетін құрал. Материалдық нүкте. Материалдық нүкте дегеніміз дененің өлшемін, пішінін ескермеуге болатын дене. Жол. Жүрілген траекторияның ұзындығы. Траекторияның өзі нүктелердің жиынтығы. Орын ауыстыру дегеніміз, суретте көріп тұрғанымыздай, балалар, дененің бастапқы және соңғы нүктелерін қосатын сызықты орын ауыстыру деп атаймыз. Орын ауыстыру S әрпімен белгіленеді. Өлшем бірлігі метр. Жылдамдық. Жылдамдық дегеніміз V әрпімен белгіленеді. Өлшем бірлігі метр бөлінген секунд. Жылдамдық векторлық шама. Бір өлшем уақытта жүрілген жолды жылдамдық деп атаймыз. V тең болады S бөлінген T. Үдеу дегеніміз жылдамдық векторының уақыт бойынша өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын физикалық шама. Үдеу A әрпімен белгіленеді. Формуласы A тең дельта V бөлінген дельта T, немесе A тең V минус V нолевой бөлінген T. Салыстырмалы жылдамдық. Егер денелер бір бағытта қозғалса, бірінші формула, қарама-қарсы бағытта қозғалса, екінші формула көріп тұрғанымыздай, яғни бір бағытта қозғалса V2 минус V1, ал қарама-қарсы бағытта қозғалса V2 қосылған V1 формуласын пайдаланып есептерді шығаруға болады. Қозғалыстың түрлері: бір қалыпты және бір қалыпсыз. Бір қалыпты қозғалыста, яғни жылдамдық тұрақты болады, бір қалыпты емес қозғалыста жылдамдық өзгеріп отырады. Яғни дене кез келген тең бірдей уақыт аралығында ұзындығы бірдей жол жүруі тиіс. Бұл кезде біздің қозғалысымыз бір қалыпты деп аталады. Ал бір қалыпты емес қозғалыс деген дене кез келген уақыт аралығында әртүрлі жол жүріп өтсе, ол бір қалыпты емес деп аталады. Яғни жылдамдығымыз бір қалыпты емес болып есептеледі. Айнымалы қозғалыс. Қай автокөлік айнымалы қозғалып жатыр? Қалай ойлайсыздар? Бірінші автомобиль 60 км сағат, ал екінші әр сағатына 20, 30, 40 км сағатына жол жүрсе. Айнымалы қозғалыс дегеніміз дене жылдамдығы уақыт өткен сайын өзгеріп, қозғалып отыратын қозғалыстың түрі. Бұл қозғалыста дененің жылдамдығының шамасы мен бағыты үнемі немесе белгілі бір заңдылықтарға сәйкес өзгеріп отырады. Айнымалы қозғалыс әртүрлі физикалық жағдайларда кездеседі. Мысалы, автокөліктің тежелуі немесе үдеуі кезінде. Суретте көріп отырғанымыздай, бірінші автокөлігіміз әр сағатта 60 км. Бұл қандай қозғалыс болады, балалар? Бұл қандай қозғалыс болады? Бір қалыпты қозғалыс болады.
егер автомобиль әртүрлі орын ауыстырса, ол айнымалы қозғалыс болып есептеледі. Кинематикалық шамалар. Кинематикалық шамалар векторлық шамалар және скаляр шамалар болып бөлінеді. Векторлық шамалар бағыты мен мөлшері бар шамалар. Бұл шамаларды толық сипаттау үшін оның сандық мәні модулі және модулін көрсету керек. Скалярлық шама тек сандық шамамен, яғни сандық мәнмен сипатталатын шамалар, олардың скаляр шаманың бағыты болмайды. Ал векторлық шаманың барлығымыз білеміз, бағыты болады. Жалпы қорытындылап келсек, кинематика бізге қозғалыстың негізгі заңдылықтарын түсінуге және олардың математикалық тұрғыдан талдауға мүмкіндік береді. Бұл техникада кеңінен қолданылады. Кинематиканы жақсы түсіну болашақта динамика және механиканың басқа да бөлімдерін үйренуге берік негіз болады. Сонымен жалпы айтқан кезде, жалпы кинематика бөлімін қорытындыласақ, яғни кинематиканың негізгі шамаларын барлығымыз айтып өттік, жылдамдық, үдеу, орын ауыстыру, траектория, механикалық қозғалыс деп. Одан ары қарай қозғалыстың түрлері: бір қалыпты, бір қалыпсыз, айнымалы қозғалыс. Одан кейінгі келесі біздің қарастырып өткеніміз кинематикалық шамалар, қозғалыстың түрлері, қандай жағдайда бір қалыпты, қандай жағдайда бір қалыпсыз, салыстырмалы жылдамдық дегенне, кинематиканың негізгі үдеулері, формулалары, өлшемділіктерін барлығын қарастырып шықтық. Сонымен назарларыңызға рахмет. Мына жерде өзіміз көріп отырғандай пайдаланылған әдебиеттер, интернет ресурстар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.